мектеп мәдениеті дегеніміз не, оны қалай қалыптастыруға және оған қалай қолдау білдіруге болады? Осы сұрағыңызға рахмет. Сұрақ аса маңызды біз үшін. Менің ойымша, бұл мектеп мәдениеті өте маңызды болып табылады. Неге олай? Өйткені менің осындай пайымым, жақсы адамдар, олар жақсы оқиды. Осындай жақсы мәдениеттегі адамдар, мәдениет төңірегіндегі адамдар, олар осы мәдениеттің ықпалында болады. Яғни тиісінше осы мәдениет оларды жақсы қадам жасауға бағыттайды. Егер ересек өмірде олар осындай жақсы мәдениет болған, осындай жұмыс жасайтын болса, мысалы, біз жақсы жұмыс жасағымыз келеді, және бала да сол секілді. Және ең басты осы балаларды қалыптастырудың ең маңызды құралы ол мектептегі мәдениет. Ең алдымен осы басшы ретінде біз неге көңіл бөлуіміз керек? Алдымен осы мәдениетте ешқандай бұрыс нәрселер болмау тиіс. Бұрыс нәрселер жиі мысалы педагогтардың екі жолы ғана бар: қарапайым және дұрыс. Жиі оны адамдар қарапайым жолды ғана таңдайды. Мысалы, шылым шеккенде ұстап алса, яғни қарапайым тәсілді таңдайды, оларға көмек қажет, ал сіздер жазалайсыздар. Осы мектептегі мәдениет ол білім беруді жоққа шығарады. Осындай қудалау мәдениеті, риторизм мәдениеті, мысалы, ең жақсыларды, үздіктерді біз алға жылжытайық. Өйткені олар біздің үмітіміз, ал қалғандары жаман деп айта бермеуіміз керек. Ол біздің осы мектептегі мәдениет, ол барынша әртүрлі кез келген оқиғаға, кез келген құбылысқа егжей-тегжейлі көңіл бөлу, не дұрыс, не бұрыс екендігін қадағалауымыз керек. Бұл мектеп мәдениеті тұрғысынан. Сонымен қатар мектеп құндылықтарына қарама-қайшы келмеуіміз қажет. Әрине, осының бәрін шешетін бірнеше адам болу керек. Бірақ бұл адамдар, олар Құдай емес, Құдай болу қиын. Нағыз мектеп ол қауымдастық, белгілі бір қауымдастық, олар бірлесіп шешім қабылдау кеседі. Кейде қауымдастық ол директор ретінде директорға шешімін айту керек, және директор онымен келісу керек. Және бұл мүмкін ол аса дұрыс шешім емес шығар, бірақ оның ортақ шешім екендігі маңызды, және ол іске асады. Ал басшының шешімі оны мәжбүрлеп енгізуге тура келеді. Ал мәжбүрлеп енгізу ол мәдениетті бұзады. Бізде мектепте жеке адам бар, ол осы мектептегі мәдениетке жауап береді. Ол қауымдастық жөніндегі директор деп аталады, және оның негізгі функциясы барлық оқиғаларды, негізгі көңіл, бұл неге болды? Не дұрыс жасамадық? Неге бұл орын алды? Одан қандай біз қорытынды шығаруымыз керек? Осыны анықтау керек. Бұл мектептің негізгі еңбегі осы. Бұл моральдық еңбек болып табылады. Бір жағынан ол бізді шаршатады, екінші жағынан ол барынша байытады бізде. Яғни мектепте үнемі осындай рухани жұмыс атқарылып жатады. Оның өнімі осы мектептегі мәдениет болып табылады. Солай шығар. Құралай ханым, сіздің мектебіңізде пайымы, миссиясы және құндылықтары бар ма? Олар қалай қалыптастырылды және оларға қалай қолдау көрсетіледі? Мектепте нелерге әсер етеді? Әрине, бізде мектеп пайымы, миссиясы бар. Олар мектеп жұмысының негізіне салынған. Мектеп оқушылары, олар ата-аналармен бірге осы ұзақ мерзімді перспективадағы белгілі бір пайымды қалыптастырды. Ол осы ортақ пайым болып табылады. Яғни оны қағазда әдемі жазып қою ол бір мәселе. Және екінші күнделікті өмірде енгізу және қолдану ол басқа мәселе. Сондықтан біз негізінен келесіге көңіл бөлеміз. Біз оны осы іс жүзінде барлық осы қабылданған құндылықтарды және қалайша біз қабылдаймыз. Біз осы мектепті қалыптастырған кезде өзімізге не жетіспейді? Яғни мектепте осындай селқостық қарамайтындай осындай атмосфера қалыптастырылатын. Яғни мектеп оқушыларды өздеріне керекті білімдерді алу үшін, ұмтылу үшін не жасауымыз керек? Сондай мәселелер толғандырды. Сонымен қатар ата-аналар
осындай білім беру міндеттерін шешуде олар бізге серіктес болатындай және ата-аналар осыған өзінің қатысы бар екендігін сезінетіндей жұмыс жасауға тырыстық. Біздің құндылықтарымыздың бірі ол ашықтық болып табылады. Менің ойымша, осылайша ғана мектепке белгілі бір өмір келе алады. Мысалы, сіз үлгі келтіре аласыз ба? Мысалы, ашықтықтың үлгі. Қандай ашықтық қалай көрініс табады? Біз оған келе жатырмыз. Осы жерде осындай сұрақ туындайды. Әрине, мектеп директоры қаншалықты ашық бола алады, және мысалы 20 жылдық жұмыс өтілі бар мұғалімдер өзінің ой санасын қалайша өзгертеді, яғни осы мектептің пайымен және миссиясымен жұмыс жасаса, бұл неден басталады? Бұл осындай мектептегі оң мәдениетті қалыптастырудан бастайды. Яғни ол белгілі бір заңдылықтарға бағыну ғана емес, ережелерге бағыну ғана емес, сонымен қатар ол оқу процесінде оны ұстану, яғни ол мектеп дәліздерінде және сыныптарында болатын атмосфераны қалыптастыруымыз қажет. Яғни ондай корпоративтік мәдениет болмау керек. Әртүрлі ақпараттық ресурстарда қарап шығыңыздар, олар мектеп туралы пікірлер деген айдарды қарайтын болсаңыз, яғни ол мәдениет деңгейінің осындай көрсеткіші болып табылады. Осындай өзінің корпоративтік мәдениеті жөнінде білмейтін ұйымдар туралы айтар едім, яғни оларда ол жоқ деп айтар едім. Мысалы, ол өзінің күзетшінің, осы мектеп алдында отырған күзетшінің осын бет әлпеті де не болмаса осындай осы дәліздегі суреттер, онда ілінген ақпараттар бәрі маңызды. Біз мектепті, яғни біз даму үшін дамуға арналған ортаны, яғни оқушылардың, оқытушылардың, ата-аналардың дамуына әсер ететін осындай орта қалыптастырамыз. Біздің мектепте ол мектепте қана осындай тасымалдау функциясын ғана атқармайды, сонымен қатар онда бала мектеппен бір өзара әсер, өзара қарым-қатынас жасай алады. Осындай саналылық тақырыбы біз үшін өте маңызды. Балалар өздері осы кеңістікте болып, оның ішінде не болатындығын өздері шешу керек. Мысалы, бізде мектеп дәлізінде мынадай орын бар. Онда жатып кітап оқуға болады. Мысалы, Нұрболат, сіздің жұмысымыз осы тәртіпті және реттілікті ұстап тұруды, қаталдықты меңзейді ме? Барлық қызметкерлерді қалай тартуға болады оған, және оларды тарту керек пе? Яғни мектеп оқушыларының арасындағы тәртіп пен реттілікті айтып отырсыз ғой, онда қаталдылық болу керек пе? Менің ойымша, болуы тиіс, өйткені бұл оқу процесі. Дегенмен де Арам айтқан секілді, Құралай ханым айтқан секілді, бұл мектеп құндылықтарына, мектептегі мәдениетке байланысты. Яғни біз жасөспірімдерді барлық осындай тәртіпті сақтауға біз мәжбүрлей алмаймыз. Мектеп ішіндегі ережелердің барлығын ұстануға біз мәжбүрлей алмаймыз. Қалайша біз оларды енгіземіз, осы құндылықтарды? Осы Вьетнамда мен 2 жыл бойы жұмыс атқарып келе жатырмын. Мен үнемі таңғаламын. Тек қана мектепте емес, қандай оларда тәртіп және реттілік екендігі мені таңғалдырады. Бір ғана біздің мектепте ғана емес, басқа да мектепте олар қалай сәлемдеседі, осы қария адамдарды қалайша сәлемдеседі, балалар бір-бірімен қалай қарым-қатынас жасайды. Әрине, олар осындай ережелер бұзуы мүмкін бұл балалардың. Дегенмен бұларда отбасылық құндылықтар өте бағаланады, өйткені бірнеше ұрпақ бір үйде тұрады, бірнеше ұрпақ өкілдері. Олардың арасында мысалы әже атасының немерелерімен өте тығыз қарым-қатынас жасайды. Яғни олар ең алдымен осы отбасылық құндылықтарды жоғары бағалайды, және осы отбасылық құндылықтар олар Вьетнам тілі және әдебиеті сабақтарында үнемі көрініс тауып отырады. Неге екенін білмеймін, Вьетнам ол социалистік мемлекет, бірақ осындай тәртіп олардың жоғары деңгейде. Осының барлық, мысалы, коронавируске байланысты 100 миллион адамға 400 ғана осындай оқиға тіркелді. Яғни барлық осы ел осындай тәртіп пен реттілікті ұстануға көңіл бөледі. Мектепте осындай дөрекі, осындай бұзушылықтар бар екендігін байқаған жоқпын. Яғни ол тәртіпті ешкім қадағаламайды. Бізде осындай белгілі бір адамдар бар, үйлестірушілер бар. Осы үйлестіруші, яғни ол тәртіпке жауап беретін адамдар болады. Олар үнемі таңертең келеді, барлығы сабаққа келді ме, соны тексеріп отырады.
яғни осының барлығы осындай үйлестірушілер қызметі арқылы қадағаланып отырады, келеді, тексереді, одан кейін егер біреу келмесе ата аналарына хабарлайды, егер бала белгілі бір бұзушылық жасаса ата аналарға хабарланады, осындай оған ескерту жасалама, қатаң ескерту жасалады ма, не болмаса ата аналар мектепке шақырылама, сондай шешім қабылданады. Осындай ережелер және осындай тәртіптік саясаттың осындай, яғни тек қана тәртіптік саясатқа тек қана үйлестірушілер ғана жауап береді ма, не болмаса мұғалімдерді осыны ұстап тұруға, қалай еще тәртіпті ұстап тұруға үйретеді ме? Мысалы бізде жыл сайын тамыз айында біз жаңадан келген мұғалімдерді жинаймыз, сонымен қатар бұрыннан бері істеп келе жатқан мұғалімдерді жинаймыз және осындай бағдарлау күндерін өткіземіз. Осындай бағдарлау күндері мектеп саясатын және мектептегі тәртіп біз түсіндіреміз. Егер далада балалар ойнап жүрсе, мысалы жоғары сынып оқушылары, сол кезде мұғалімдер де далаға шығады, олар тәртіпті қадағалап отырады, және үзіліс кезінде де солай, мысалы дәлізде де, сыртта да, мектеп кампусынан тыс жерлерде де, мектеп ішінде де олар қадағалап отырады. Яғни олардың осындай міндеттері бар ғой. Әрине, әрбір мұғалімнің өзінің осындай нұсқаулықтары бар. Егер ол мектеп ішінде болса, не болмаса мектептен тыс жерде болса, мысалы осы жоғары сынып оқушылары мектептен тыс шығып, мысалы көрші дүкенге бару мүмкін, мысалы печенье басқа бірдеңені сатып алу үшін осы біз дене шынықтыру мұғалімдерін ол жерге қоямыз, олар тәртіпті қадағалау керек. Және осы